Ассаламу алейкум. Бұл видеода сіздермен школьная форма, яғни классикалық шалбардың стандартты түрде, классикалық түрде қысқартылу жолын үйренетін боламыз. Классикалық шалбарлар дәл осындай лентаның көмегімен өңделеді. Бұл любой базарда немесе фурнитура сататын магазиндерде метр 30 теңгеден тұрады. Примерно 2 метр алсаңыз, сізге 5 шалбарға жетеді. Бұның бір өзінің ерекшелігі бар, стандарттары болады. Потайной тігіспен жасайтын боламыз. Осының барлығын ательеге бармай, үй жағдайында қалай істеуге болатынын көрсететін боламын. Видеоны бастамастан бұрын каналға тіркеліңіздер және де 1 сентябрьға дайындалып жатқан бүкіл чаттарға жіберуіңізге болады. Ең бірінші өлшем туралы айтқым келіп тұр. Өлшем бізде всегда оң аяқтан алынады. Біріншіден балағыңызды өлшейсіз. Мінекей, менде осы жерде дайын ұзындық болу керек. Өлшемді оң аяғымыздан аламыз. Егер де аяқ киіммен киетін болса, туфлидің өкшесіне дейін тұрады. Ал егер аяқ киімсіз жай паласта полда тұратын болса, онда дәл осы дайын ұзындық, осылай бүктелген күйі полға тиіп тұру керек. Ол біздің дайын ұзындығымыз болады. Енді біз дәл осы жерімізді белгілеп алдық. Классикалық шалбардың бір үлкен ерекшелігі бар. Ол артқы жақ ұзындығы және алдыңғы жақ ұзындығы екі түрлі болады. Яғни алдыңғы жағы артына қарағанда 1 сантиметрге қысқа болады. Оны біз қалай есептейміз? Мінекей қараңыз, дайын ұзындықты белгіледік. Мына жерге меткамызды қойдық. Мына біздің дайын ұзындығымыз. Полностью енді осы жерден мына қашықтықты өлшейміз. Бұл менде 13,5 сантиметр, яғни мына жақтан мына жаққа 13,5 сантиметр болса, келесі жағында мен 14,5 сантиметр деп аламын. Себебі айттым, мына жақ бізде 1 сантиметрге қысқа болады. Бұл туфлиді киген кезде алдында гармошка, сборка болмауы үшін. Мінекей біз алдыңғы жағын белгіледік. Енді осы екі точканы өзара қосамыз. Сіз оны бормен, обмылық, андай сабын болады, сонымен істесеңіз болады. Мінекей, сызықты жүргіздім. Енді любой классикалық шалбардың ішінде астарында 4 сантиметрлік запас тұрады. Ол обязательно, потому что кішкентай балалар болған кезде олар өседі. Алдыңғы видеода көрсеткен болатын, еще бұның белінде үлкейтуге болады. Белінде бізде 4 сантиметрлік тоже запасымыз болады. Смотрите, мынаның астарында запас болады. Белінде кеңейтуге болады, қажет болса кішірейтуге болады. Тура сол сияқты балағын өлшеген кезде 4 сантиметрлік запасымызды қалдырамыз. Енді осы белгіленген нүктеден оңға қарай біз 4 сантиметрімізді белгілеп аламыз. Жерден бір. Мінекей, 4 сантиметрімізді белгіледік. Енді мынау бізде астатық. Бұл астатықты біз қараңыз, мына шалбар бір-біріне, мінекей балағы дәл осылай болып тұру керек. Қиыс-қиыс жер жүрмеңіз. Екі балақты бөлек-бөлек емес, бірге қатар кесеміз, е? Бисмилля. Обычно ательеде біз оны астатықтарды всегда қалтасына салып қоямыз. Сол жақтың привычкасы болсын деп, оны қалтасына салып қойдым. Енді астыңғы жақ екінші балағымызға дәл осы сызығымызды түсіру керек боламыз. Ол үшін просто 4 сантиметрді аламыз да, белгілеп аламыз. Қазір біз лентамызды қиямыз ғой. Сол кезде сол лентамызға сәйкестелу үшін. Мінекей 4 сантиметр. И дәл солай екінші жақ шеттеріне де 4 сантиметрімізді белгілеп сызып аламыз.
мінекей дайын. Енді біз мына бір срезді, мына бір кесілген жерді оверлокпен обработка жасай аламыз. Егер оверлок жоқ болатын болса, онда жай ғана 0,5-қа қайырсаңыз болады, немесе касая бейкамен обработка жасауыңызға болады. Мен дәл қазір оверлоктап аламын. Одан кейін дальше қалай істеу керектігін көрсетемін. Мінекей, оверлоктадым, дайын. Енді қараңыз. Бізде мына жерде біздің шалбарымыз, мына жақта лентамыз сызығын сызылған. Дәл осы жерде бізге лентамыз қажет болады. Бұл лентаны екі жақ шеті болады. Мына кішкене қалыңдау линиясы болады және астыңғы линиясы болады. Сол лентамызды біз дәл осылай орналастыратын боламыз. Сонда балағымызды қайырған кезде бұл бізде дәл осылай түсу керек болады. Енді бізге осыны тігу керек. Қараңыз, балағыңызды шалбарымызға тіктіңіз ғой. Мына бір лентаны обязательно оң жақ шетіне орналастырасыз, керісінше кетіп қалып жүрмесін. Жұмысыңыз екі еселенеді. Сөгітіп қайта жұмыс істеу керек болады. Міне, мен балағымды лапканың орнына орналастырдым. 1 сантиметр кішкене көбірек аласыз. Лапканың астына кетті. Міне менің сызығым. Енді жүргіземіз. Бисмилла. Дәл осы сызықтың бойымен кете береміз. Лентаны тартпаймыз, ештеңені тартпаймыз. Әр нәрсе өз икемімен кетеді. Міне, екінші жақ шетіне келіп қалдық. Осы жерде лентамызды тоже 1 сантиметр, 1,5 сантиметр көптеу етіп кесіп аласыз. Және де мына жақ шетін қайырамызда төмен жаптық. Мінекей сонда біздің жаңа қиылған жеріміздің барлығы жабылып, өте аккуратный тігіс болып шығады. Жаптық, қазір тігіс жүргіземіз. Закрепка бердім, енді көтердім. Қараңыз, лентаның біз бір жақ шетін ғана тігіп шықтық қой. Енді дәл солай екінші қатарымызда тігісін жүргізіп шығамыз. Ол тез, өйткені біздің лентамыз бекітіліп тұр. Мінекей, біздің лентамыз дайын. Бұл лента не үшін? Бұл лента бұл костюмный маталардың тез тозбау үшін. Яғни бұл астың жақта жүреді балағымыз. Сол балағымыздың жерге немесе аяқ киімге тиген кезде сөгітіліп немесе желініп кетпеу үшін матаның. Негізінде осы лентамыз бізде былай 1-2 миллиметр шығып тұру керек. Бірақ біздегі менталитетте бұл шығып тұрған лентаны ұнатпайды. Сол себепті бұны дәл осылай үтіктеген кезде қатар үтіктеп көрсетпей жібереміз. Ал бұл лентаның негізгі предназначениясы сол үшін. Екінші балағымызды біз дәл солай лентамен обработка жасайтын боламыз. Одан кейін жасырын тігісті көрсетеміз. Так, міне біздің шалбарымыздың екі балағы да лентамен обработаны. Енді бізге не істеу керек? Бұл балақ бізде былай тұрады. Және екіншісі дәл солай тұрады. Дайын ғой. Енді бізге бұны потайной тігіспен тігіп шығу керек. Яғни астында тігіс болады, бірақ мына бетіне ешқандай тігіс көрінбеу керек. Ол үшін не істейміз? Ол үшін бірінші біз мына балағымызды инелеп аламыз. Мінекей, просто осы лентамызбен шалбарымызды бір-біріне дәл осылай бекітеміз.
және де бытовой машинкамен жасырын тігіс жүргіземіз. Ол үшін машинкамыздан дәл осы тігісті тауып аламыз. Бұл менде F белгілеуінде, және де ширина шага 4 мм. Мінекей, 4 мм және де F. Енді осы балағымызды қалай орналастырамыз? Смотрите, енелеп алдық қой. Дәл осылай. Потому что біздің негізгі тігісіміз мына припускта жүреді, яғни оны оверлоктың үстінде жүргізіп өтіреміз. Ал мына жақтан жүретін тігіс тек қана іліп отыруы керек та, қазір көрсететін боламын. Мінекей қараңыз. Дәл осылай қоямыз, лапканы төмен түсіреміз. Енелеп алған жерімізді просто контролировать етіп отырамыз, чтобы жылжып кетпеу үшін. Мінекей біздің балағымыз толығымен дайын болды. Дәл осындай болып шығады. Астарымыз осындай тап-таза, осындай лентамен обработка, 4 сантиметрлік запасымыз бар, және де тігісіміз сыртқа көрінбейді. Егер де бұл видео сізге пайдалы болған болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіз, видеоға лайк қоюды, және де комментарийға пайдалы болса, міндетті түрде кеңесіңізді немесе жылы лебізіңізді қалдырыңыз.